Төртбұрыш және шеңбер. Кез келген шеңберге сырттай сызылған төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғаларының қосындылары тең болу керек. Яғни АВ қосылған СД тең болу керек АД қосылған ПЦ-ға. Егер дөңес төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы тең болса, онда бұл төртбұрышқа іштей шеңбер сызуға болады. Іштей сызылған төртбұрыштың қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни А бұрышы мен С бұрышының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Егер төртбұрыштың қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болса, онда бұл төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады.